Barchaga salom dostlar, sizlerмен sport жаңалықтары. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Британ боксшысы Головкиннің белбеулеріне көз тікті. Британдық боксшы кіші Крис Юбанк IBF және IBO тұжымдары бойынша орта салмақтағы чемпион Геннадий Головкиннің барлық белбеулері алғысы келетінін мәлімдеді. Мен Геннадий Головкинмен жекпе-жек өткізіп, одан белбеулерді тартып алғым келеді, деді ол Дазн бокс шоуында. Мен оның бұл белбеулерді қалай сақтап қалғаны және әлі де супер орта салмақта Канеломен жұдырықтаса алатынын түсінбеймін. Келесі қарсыласым ретінде Головкинді көремін. Кейін Канеломен төбелесуге болады. Ол спорттағы үлкен есім және бұл мені супер орта салмақта көтерілетін жалғыз жекпе-жек. Сонымен 2023 жылы Канеломен бірге Джек Полды тастаңыз. Мен ютуберді жеңу үшін 15 миллион аламын, деді. Жанибек Алимханұлы жекпе-жек алдында мәлімдеме жасады. 12 қараша дүниежүзілік бокс ұйымының WBI орта салмақ санатындағы чемпион Жанибек Алимханұлы Лас-Вегаста британиялық Дензел Бентлимен кездеседі. Жанибек Алимханұлы жеңіске жететініне қазірдан ақ сенімді. Ол жекпе-жек алдында әлеуметтік желі көмегімен мәлімдеме жасады. Вегаста кездескенше көзілдірік тағып кел, өйткені мен рингде жарқырайтын боламын, деп жазады кәсіпқой боксшы Инстаграмдағы парақшасында. Еске салайық, орта салмақтағы рейтингде 14-ші орында тұрған Дензел Бентли Жанибек Алимханұлы алтын белбеуі иеленген бетте жекпе-жекке шақырған еді. Қандасымыз оны бұл ұсынысыны қабылдады. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.